Армандау бұл өте керемет сезім. Өзіңнің болашақта кім болатыныңды көз алдыңа елестеткенге не жетсін. Біз кішкентай кезімізде ұшқыш, футболшы, президент, агент болуды армандайтынбыз. Уақыт өте келе барлығы да біз ойлағандай бола бермейтіндігін түсінеміз. Ал енді бүгін сіз өзіңізді құпия тыңшымын деп елестетіңіз. Ал онда кеттік. Бірінші сіздің көзіңіздің көру қабілетін білетін боламыз. Бұл фигуралардың ішінде біреуінің түсі басқаша. Ол қайсысы? Қанша сұраққа жауап бергендеріңізді комментарийге жазуды ұмытпаңыздар. Дұрыс жауабы 3 бұрыш болады. Келесі сұрақты мұқият тыңдаңыз. Үй қызметшісі Айбек мырзаның әйелінің оққа ұшқан денесін бөлмесінен тауып алды. Ол дереу Айбек мырзаға хабарласып, әйелінің өлгендігін айтты. Сонымен қатар полицейлерге де хабарласып, мән-жайды түсіндірді. Біраз уақыттан соң Айбек мырза полицияға келіп, әйелін кім атқандығын сұрап жылады. Полицейлер Айбек мырзаны дереу қамауға алды. Қылмысты Айбек жасағандығын қалай білді деп ойлайсыз? Үй қызметшісі оған әйелінің тек өлгендігін айтты, оққа ұшқан туралы айтқан жоқ. Балықшы өзінің 5 метрлік қармағын автобусқа салып үйіне алып қайтуы керек. Бірақ автобусқа көлемі 4 метрден артық зат салғызбайды. Балықшы ережені бұзбай қалай қармақты үйіне алып қайтуына болады? Ол үшін балықшы ұзындығы 4 метр, ені 3 метрлік қорап алып, қармақты қорапқа диагонал түрде салу керек. Сонда ол ережені бұзбайды. Ал енді сіздерге кішігірім тест жасырамыз. Мына 3 қаланың қайсысы Швейцарияның астанасы? Дұрыс жауабы Берн. Австралияның астанасы қай қала? Дұрыс жауабы Канберра. Оңтүстік Кореяның астанасын тауып көріңіз. Әрине, дұрыс жауабы Сеул. Бір күні патша өзінің көріпкелін өлтіруге бұйрық берді. Патша оны өлім жазасына кесер алдында бір сұрақ қояды. Мен қашан өлемін деп. Сонда көріпкел өзінің жауабын айтып, өлім жазасынан құтылып шығады. Ол қандай жауап айтты деп ойлайсыз? Әрине, көріпкел өте ақылды адам болды. Ол патшаға екеуміз бір күнде өлеміз деп жауап берді. Бір күні қылмыскерлер Айсұлтанды ұстап алды. Оған өмір сүруге мүмкіндік ретінде 2 дәрі ұсынды. Оның біреуінде о болды. Айсұлтан біреуін, қылмыскер екіншісін таңдады да екеуі де ішті. Бірақ Айсұлтанның жолы болмады. Ал қылмыскер қандай айла қолданды деп ойлайсыз? Жақсылап ойлансаңыз, жауабын тапты деп ойлаймын. Ол Айсұлтанның стаканында болды. Видеоларымыз ұнаса, каналға жазылып, достарымызға таратайық. Мына қоңырауды бассаңыздар, видеоларымызды үзбей көретін боласыздар.